Мына құрметті ағайындар, бізді қашан көресіздер, қай кезде көресіздер? Қазақ айтады ғой, бүгінгі күн ертеңгі тарих дейді. Сондықтан мынау баланың баласы да ұрпақ, қыздың баласы да ұрпақ қой. Сондықтан мынау Тастанбек атамыздың шынымен туған жиендеріміз біз. Дұрыс па? Сондықтан мынау солардың тойында мынау қызмет қылған тойға басшылық жасаған мақсат әрі күйеу баламыз, әрі бауырымыз, туысқанымыз, әрі мынау елдің азаматы Нұрғали қарағанда мынау барлығы келген екен. Көкемге ел жинаған адамда ес болмайды ғой. Соны мынау бір көкпардан бір сыбаға алып келіп едік. Ойбай еш нәрсені істемей тұрып, қазір неге телефонға айтыңдар деп айтып жатырмыз да. Мынау бірінші нені мақсатқа берейік, мақсатжан. Мынау құда қаласа көке өткенде енді ол жаңағы көпті жинап той көру деген оңай нәрсе емес екен. Онша жаңағы не дейді, той кемшіліксіз болмайды дейді ғой. Сол жерде өздеріңіздің жаңағы шапан шаттығымыз бар. Сол жерде жаңағы кигіз алмай қалған жеріміз бар. Сол жаңағы өзіңізге шапан шаттығымызды алып келіп кигізіп, құрметіңізді орнына қойып, сыйыңыз бар, құрметіңіз бар, соны батаңызды алып кетейін деп келген жеріміз еді. Бұрыннан танимыз, талай тойларда жақсы бата беріп, сөйтіп жүрген жерлерімізді білеміз көке. Жаңа кешегі тойда телімін. Сол теліміз бар. Кешегі тойдан толықтай жұғысты болсын, құда қаласа. Осы немерелеріңіз көп болсын. Осындай тойларды беретіндей ұрпақтарыңызбенен мың жасаңыздар құда қаласа. Сол көке, мынау шапан шаттығымыз бар, соны кигізіп ағам, айыпқа бұйырмай, кешінен кеш жақсы дейді жаңағы басын кигізіп осы бұл жерде емес пе еді? Норка. Ехай. Бәрекелді. Мынау көке жарасты да қалды. Қанқа береке. Кесе бер кесе. Жан, жынша келіңіз. Бірге мына тағаммен бірге. Кесе. Көке мынау жаңағы орамал сон болмайды, жол болмайды дейді ғой. Мынау құда қаласа батаңызды алуға теліміңіз сіздің құда қаласа. Ерғалижан, Нұрғали айтса өзің. Ал таға, кеше енді тойда өзімізде не болған жоқпыз. Кеше мынау мақсат тамыр айтқаннан кейін бірге сол тойдың жаңағы несін шарапатын көтеріп келіп жатқан жайымыз бар. Құда қаласа осындай той жұғысты болсын. Жақсы күнде осы үйде тойлар бола берсін. Құтты бола берсін. Немерелеріңіз осындай жасқа келіп, осындай той көре берсін құда қаласа. Құтты бола берсін тағы. Мынау айналайын жақсылар. Енді осы елдің ішінде келе жатырмыз ғой, сондықтан бізді Жабаттың 4 баласы дейді. Үлкеніміз Оразгелді, Тоқболат, Қаракөсе, Байлажандар, солардың ішіндегі бізге ең жақын Оразгелділер болады. Барлық жерде біз бірге жүрміз. Сондықтан мына адамдар оң қолыңды берген, сол қолыңды білмесін, сол қолыңды берген, оң қолыңды білмесін деп, бұл балдарды қой алдайсың, үмітпен келген адамды алдайсың. Сен Құдайды қаяға қоясың? Шахид Алла, аннаху ла илаха иллалла, ва малаика ва ілім қайыман бір қыз дейді. Адам Құдай көріп тұр ғой. Сондықтан Темірхан Әләкбарлар айтады, шапан таусылды асы ғой жын. Сен шапанға да малға да зәрлі емессің ғой, налички болды берген жоқ. Сондықтан мына Алтата Оразгелдіге рахмет. Жаңа кеңшеге конверттерін беріп жүрсің, кеп сыбырлап жатыр да 500 мың теңге келіп тұр. Сондықтан айтады ғой, мынау мал қалдырсам өліп қалады, дейді ғой. Сондықтан мал адамға бір жаман тайымыз да көке. Мынау неде біз әкеміз мал совхозының директоры болды ғой, өзім де малда істедім. Сондықтан бізге мал таңсық емес, бірақ ақша мынау қылдай зәрлі, соны біздің жиенім түсіне кірген бар Нұрғали жанбайдылар. Сондықтан бүкіл Алтата Оразгелдіге мынау ғасыр тойларыңыз құтты болсын. Әлі мынау қазақ айтады ғой, өлі разы болмайды, соң болмайды дейді. Бұл дүниеде ешкім шайтан емес. Бірақ сондай бір тарихи сәтте сіздердің тағы да бір Оразгелдінің осындай шлем тарқатып, ғасыр тойын беріп, мынау үлкен кішінің бәрін алаламай бірдей сыйлайтынын біз куәсіміз.
жарақтарым мынау ибадаттың бәрі қияметте қайтады ғой. А бірақ аға сыйласаңдар азанда алдарыңа шығады. Өмір жастарың ұзақ болсын. Біз енді сыйды бүгін көріп жатқан жоқпыз, бірақ мына сіздердің сыйларыңыз бұл өте бөлек мүмкін. Сіздер балаларға бар. Иә, рахмет. Ниет қылып келген екенсіңдер. Ниеттерің орындала берсін. Отбасыларың аман, бала-шағаларың рахатын, қызығын көріп жүре беріңдер. Елдің ішінде абыройларың аса берсін бұдан да. Рахмет. Ата беріңіздеріңізші. Кәнеләфі аумин. Айналайын мына қуана білгенге құт қонады дейді. Шынымен осы оразгердің әрбір тірлігіне өзіміз қуанамыз. Ал енді азаматты бағалаған адамға бақ қонады дейді. Енді сондықтан біздің азаматты кеңшемді аналарыңдай адам деп келген екенсіңдер. Мына өмір жастарың ұзақ болсын. Жасап жатқан өмірлеріңе, істеп жатқан кәсіптеріңе Құдай береке берсін. Айналайын мына елде сені сыйлап, ақ тұлпарды мінгізген екен. Айналайын машинаның астынан шамалы өссін, ол жерде сенің еңбегің бар. Біздің де халыққа мына еңбегіміз бар. Өздерің жақсы білесіңдер. Сондықтан мына алтыда оразгердің әперген темір тұлпары тозсын. Жаңағы өмірің olsun. Осы тойларға басшылық қылып, жаңа бірінші 2 миллион берген көкем аты кім еді? Қайтыс болып кетті. Айтқұл аты. Айтқұл деген кісі бастаған екен. Шөбересі ма атасынан бек ата ма? Ол кісінің де жатқан жері жайлы, иманы саламат болып, бізді сыйласыңдар. Құдай сыйлап, малды болып шырақтарың, жанды болып, өз қатарларыңның алды болыңдар.